сен армандарың, тіпті армандарың өте үлкен болды. Бірақ неге әлі жете алмай жүрсің? Блокноттарыңа жыл сайын сол армандарыңды қайталап жаза бересің, бірақ олар орындалмай жатыр. Неге? Сәлем, мен сенің онлайн подругаңмын. Бұл каналда мен өзімнің өмірде өткізген болған тәжірибелерім мен өзімнің ойларымды өсу, даму, ішкі күй жайлы ақпараттармен бөлісетін боламын. Мен идеал адам емеспін. Мен жай ғана осы өмірді түсінуге тырысып жүрген адаммын. Сен де арманыма қашан жетемін деп ойлап жүрген болсаң, онда бұл видео сен үшін. Соңына дейін қарап шық. Көп нәрсені армандаймыз, қиялдаймыз, бірақ оған жете алмаймыз. Неге осы көп адамдардың армандары тез орындалып кетіп жатыр? Ал кейбір адамдардың армандары орындалмайды, сол өмір бір орында қатып қалған сияқты. Неге? Мына 4 нәрсе сенің армандарыңның орындалмай жүруіне себепкер болуы мүмкін. Бірінші, қорқыныш. Біз қорқамыз. Біз әрекет істеуге қорқамыз. Біз бір нәрсені бастаймыз, бірақ до конца апара алмаймыз. Себебі менікі емес деген сияқты өтірік ойларға беріліп кетеміз. Неге? Өйткені біздің миымыз қорғаныш бізді қорғау қызметін атқарады. Солай біз өзіміздің миымызға алданып қаламыз. Мидың қызметі бізді қорғау. Ми бөтен, басқа бір белгісіз нәрселерден қатты қорқады. Сол үшін сен бір нәрсені жасап жатсаң, осы өміріңде бірінші рет бір нәрсені жасап жатсаң, ми сені артқа тартады. Қорқытады сені. Неше түрлі ой салады саған. Бәлкім бұл сенікі емес шығар, қоя саласың ау деген сияқты. Біз сол мидың алдағанына, сол қорққанына сеніп қаламыз да, менікі емес екен ғой деп әрекетімізді тоқтатып тастаймыз. Осы қорқынышты жеңу керек. Қорқыныштың артында сенің өзгерісің, сенің жаңа өмірің, сенің лучший версияң күтіп тұр негізі. Ол қорқынышты жеңу үшін әрине біз өз-өзімізбен диалог құруымыз керек. Ол қайдан шығып жатыр? Қорқыныш жүректен шығып жатыр ма, мидан шығып жатыр ма, или басқа жерден шығып жатыр ма? Соны тексеріп алуымыз керек. Айналып келіп, сол өзгеріске кеп тірелеміз. Екінші, біз әрекет жасамаймыз. Полный блокнотымызға арман мақсаттарымыз тізіп жазып қоямыз, қашан орындалады деп. Или там идеальный моментті күтіп жүреміз. Или там біреу орындап береді. Мен әйелмін, мен нәзікпін, мен ештеңе істемеуім керек. Менің күйеуім орындап береді, менің жігітім орындап береді, мен болашақ күйеуім орындап береді деп өз-өзімізді алдаймыз. Біздің армандарымызды өзімізден басқа ешкім орындамайды. Сенің күйеуің де орындамайды, идеальный жігітің де орындамайды. Біз армандарымызды тек қана өзіміз орындаймыз. Оны түсін, соны миыңа құйып таста, миыңа түсіндіріп айт. Құрметті менің миым, мен идеальный моментті күтпеймін, себебі маған идеальный момент келмейді. Армандарымды өзім орындауым керек деп мимен жай ғана сөйлесу керек, миға түсіндіріп айту керек. Сөйтіп әрекетті жасау керек. Үшінші, өзімізге сенбейміз. Себебі біздің окруженияларымыздың барлығы сол бір салада дамып келе жатқан адамдар, қыздар болғандықтан біз солармен өзіміз салыстырып, солармен жарысып кетеміз. Сондай жағдай болып жүрсе, сен тоқта. Ешкімге ештеңе дәлелдеме. Оның арты жақсылыққа апармайды. Просто өзіңе сен. Айналып келгенде мен 4-ші факторда осы жерде қосып кетейін. 4-ші бізде орта. Ортаға кеп неге тіреле беремін? Себебі біздің айналамыздың барлығы белгілі бір ортада жүреміз. Айналамыздың барлығы орта. Белгілі бір ортада жүреміз, белгілі бір ортада өсеміз, дамимыз деп ойлаймыз, бірақ ол үлкен қателік болуы мүмкін. Сенің армандарыңның орындалмай жүруіне дәл осы орта үлкен кедергі болуы мүмкін.
Біз өзімізге неге сенбейміз? Өйткені біздің жан жағымыздағы окруженияларымыз, айналамыздағы адамдардың барлығы бізге үйте, бүйте, сен мына жерің мынандай деген сияқты көптеген нәрселер айтады. Біз солардың сөзіне еріп кетеміз. Ермеймін, мен өз ойым бар деп, ол біздің эгомыз сөйлеп жатқан негізі. Бірақ біз сол эгоны сындыру керек, бізге ортадан алыстау керек. Армандарым орындалсын десең, 2026-да менің барлық армандарым орындалады деп өзіңе сенім арту үшін сен бірінші өзіңнің ішіңдегі опораны, өзіңнің ішіндегі діңгекті сен қалыптастыруың керек. Сенің ішің қуыс кеуде болып тұр. Менің бір құрбым айтты, осыдан алдын жолыққан кезде, бәрібір бақыт деген тек қана сәттер, ішіңдегі қуыс, сол қуыс ешқашан толмайды, сол қуыс бір кем дүние, сол қуыс күйінде қалады деп айтып қалды. Ал мен оған келіспеймін. Себебі ол қуыс, негізі ол қуысты толтыруға болады. Ол қуыс толады, когда сен барлық ортаңнан алыстап, жалғыз өзің қалғанда, өзіңе сұрақ қойған кезде, сенің өзіңе сұрақ қою арқылы сол опораңды сен қалыптастыра аласың, сол діңгекті сен қалыптастыра аласың. Сен сол діңгекті, опораны қалыптастырған кезде, сенің армандарың спокойно орындалады. Сен сол кезде өзіңе сеніп бастайсың. Сенің өзіңнің таңдауың болады, сенің өзіңнің қалауың болады. Мысалға, помада сатып алу үшін біз құрбымызбен барамыз. Сөйтеміз да, 3-4 помаданы сатушы ұсынады, сол кезде таңдай алмай тұрамыз. Қайсын алсам екен, сен сол жерде өзің таңдамасаң, сен қасыңдағы адам таңдап берсе, сенің ішіңде опора да жоқ, басқа да жоқ, сенің таңдауың жоқ деген сөз. Сенің өзіңнің таңдауың болу керек, ол саған шынымен ұнау керек. Сол кезде ғана сенің ішіңдегі діңгек пайда болады, сол кезде ғана пайда болады сенің ішіңдегі діңгек. Сол кезде біз армандарымызға оңай жетеміз. Бір кездері мен де армандадым. Мен де жыл сайын осы блокноттарға көптеген армандарды жаздым. Бірақ ол армандарым орындалмайды. Кішкенесі бір орындалу мүмкін енді, но толық емес. Біздің үлкен армандарымыз бар. Үй алу, машина алу, андай, мындай деген сияқты. Бірақ ол армандар не үшін орындалмай жатыр? Осы 4 себеппен сен жұмыс жасасаң, сенің армандарың смело орындалады. Бірінші өзіңе сену керек, қорқынышыңды жеңу керек. Одан кейін сен әрекет жасайсың, сенің армандарың орындалады. Ең алдымен әрине ортаңнан кету керек саған. Тебе пришлось ортаңнан кетуге. Түптеп келгенде бұның барлығы не? Надо менять себя. Өзіңді өзгерту үшін сен ортаңнан міндетті түрде кетуің керек. Сонда бәрі окей, let's go болады. Мен сіздерге өзімнің армандарым, даже 2026-ның февраль айы болса да, менің біраз армандарым орындалып қойды. Мен қатты қуаныштымын оған, мен бақыттымын, менің ішкі күйім тыныш, мен өзімнің ішімдегі опорамды, өзімнің діңгегімді мен жасап алдым. Сен де жасай аласың. Бір кездері мен де ойладым, бұл менің тағдырым, маған осылай өмір сүру жазылған деп өз-өзіме үкім шығарып, өз-өзімді соттап жібердім. Жоқ, ондай емес. Егер де сен де солай ойлап жүрген болсаң, онда қателесесің. Сенің лучший версияң осы өмірде бар. Ол сенің таңдауың мен шешіміңе байланысты. Сен өзіңнің бастапқы версияңмен, бастапқы қалпыңды ғана таңдай беретін болсаң, сол ортаңнан кетпей, солай жүре беретін болсаң, сенің өмірің дәл осылай қайталана береді. Ал сен өзіңнің лучший версияңды таңдасаң, сен соған жетесің. Мен 100% гарантия берем. Мен өзімнің армандарымды жазу барысындағы өзімнің техникаларымен бөлісейін. Менің армандарым тез орындалып жатыр негізі, Аллаға шүкір.
осындай блокнот алдым да. Бұл блокнот қалың, қараңыздар, қалың. Мен бұл блокнот мен мынандай 3-4 блокнот алып жүруге мен миым қорқады. Мен қорқам, и миым да қорқады да. Сол үшін мен мыналарды емес, бірінші мынаны алдым. И осыны толтыруға тырыстым. Бұл блокнотым толса, уже менде басқа блокнотқа жазуға деген құлшынысым артады. Мен өзімді жай алып келдім ғой, в общем. Бірінші бетіне мен өзімнің армандарымды жаздым. И бір 10-15 шақты бет тастап, ашып, мақсаттарымды жаздым. Тағы да 10-15 бет ашып, шүкіршіліктерімді жаздым. Тағы да 15-20 шақты бет тастап, не жаздым? Ақшаға хат жаздым. Ақшаға хат техникасы вообще күшті. Солай мен бұл блокнотты мен толтырып тастадым. Одан кейін 1 айдың ішінде толтырып тастадым. Одан кейін 2 блокнот алуға мне пришлось. Мен қалың, мынандай блокнот алған жоқпын. Оның толу үшін сен энергияңды кетеді. Қашан толады деп тастап кетуің мүмкін. Сол үшін осындай менен лайфхак. И осындай блокнот алдым. Біреуіне мен кез келген кезде, жазғым келген кезде өзімнің ішкі күйімді, қазір не болып жатыр, осы сәтке оралу үшін сондай өзімнің сезімдерімен бөлсем. Бүгін осындай число, осындай сағат. Менде осындай жағдай. Мен бақыттымын. Мен өтірік нәрсе жазбаймын. Мен шынайы ішімде не отыр, соларды жазамын. Ал екіншісіне өзімнің армандар блокноты. Бұл менің армандар блокнотым. Бұл блокнотта менде суреттермен жапсырылған. Оларды кейін бөлісетін боламын. Мен де осы жылы армандарымды толтырып жазып алдым да. Мен де қорықтым. Сенбедім, шынымды айтайын. Сосын бір айдан кейін сол армандарымды, жазған армандарымды аштым да. Так, Кәмшат, неге қорқасың дедім. Қорықпа. Давай осы жылы сол армандарымның барлығын орындайықшы деп өз-өзіме айттым да, и аштым да. Так, бірінші арман. Мынау үшін мен не істеуім керек? Мына арман орындалу үшін маған не керек? Мен не істеуім керек? Аштым да, мақсат қылып жаздым. Оны жоспар қылдым. Менен лайфхак сіздерге. Екінші, мен бір арманымды айтайын. Менің астыңғы тісім ашық болғандықтан, мен сол тісіме брекет қою деп жаздым. Енді қара, ол үшін маған не керек брекет қою үшін? Маған ақша керек, Келесі армандарым барлығы уже ақша керек. Ол армандардың барлығы орындалу үшін маған ақша керек. И ақшаны мен қалай табам дедім. Жаздым тағы видео, ютубтан видео дедім. Мына видео. И қалған армандарымның барлығын орындалу үшін маған ақша керек екен. И ол ақшаны табу үшін мен не істеуім керек? Мен мақсат пен жоспар жасауым керек. И жоспардың артынан мен әрекет етуім керек. Ол үшін осы армандарым орындалу үшін маған ақша керек. Маған пәленбай мың ақша керек, ол ақшаны мен қалай табам дедім де соған жоспар құрдым. Значит, күніне бір видео. Күніне мынаған видео түсіруім керек. Сол кезде мен жетем дедім. И күнде мен өзіме солай жоспар құрып әрекет етіп бастадым. И менің армандарыма кәдімгідей жақындап келатқанымды сездім. Сіз де солай жасасаңыз болады. Арманыңызға қараңызда, так, менің мына арманым орындалу үшін өз-өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мен не істеуім керек? Мен мынаны жасау. Значит, ол арманым орындалу үшін мен мынаны жасауым керек. Соны жазыңыз да, и соны жасаңыз күнде. Әрекет етпесеңіз, сіздің армандарыңыз орындалмайды. Сізге біреу келіп арманыңызды орындап бермейді. Жас қыздар көбінесе қоя берші, мен күйеуім не істейді, күйеуім істеп береді, күйеуден ештеңе күтпеңіздер. Күйеу әрине, күйеудің міндеті сені обеспечивать ету, бірақ сенің арманыңды орындамайды. Сен өз армандарыңа адал бол. Сенің армандарыңды өзің ғана орындайсың. Күйеуден күтпе. Кейбір жас қыздар жігітті жазып қояды да, армандап. Нандай күшті, маған ақшаны аямау керек, маған үйту керек, маған бүйту керек деп жазып қояды. Сол жазған арманыңдағы жігітке сен де соответствовать етуің керек. Сен сол идеальный жігітті жазып қойдың ба, сен де соған сай болуың керек. Мен и так саймын деген сияқты ондай тәкаппарлықпен сөйлемеңіздер, қыздар. Соған сай болу үшін
сен өз армандарыңа жетуге әрекет жасауың керек. Сол кезде бәрі күшті болады. Егер сенің армандарың жүрегіңде болса, онда сен оған лайықтысың. Сен жасай аласың. Сен өзіңе сен, өзіңмен жұмыс жаса. Керек емес адамдардан кет, керек емес ортадан кет. Сол кезде сенің өмірің де, өзің де, сенің армандарың да орындала бастайды. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода міндетті түрде кездесеміз деген үміттемін. Сау болыңыздар. Комментарийға өз пікірлеріңізді, өз ойларыңызды, қандай армандарыңыз орындалмай жатыр, соларды жазып кетіңіздер. Менен кері байланыс міндетті түрде болады. Сау болыңыздар. Мен мына жерде неге келдім? Кофейняға келгенмін. Жан-жағым бәрі адамдар. Біріншісінде 1 сағаттай отырдым. Бәрі маған қарайтын сияқты деп. Менің миым қарсыласты, қорықты. Жасамақ қойшы, басқа жолы үйіңе барып, ешкім жоқ кезде. Ал мен жоқ, миыммен келсін. Давай осыны түсіріп тастайық екеуміз. Түсіріп тастайық. Сол кезде мен саған қазір күшті чай алып берем дедім. Сөйтіп ол келісті. Мен түсіріп болдым. Мен өз-өзіме қазір риза болып тұрмын. Ми мені жоқ деп артқа тартты, бәрі саған қарап қалады, қазір анау деген сияқты. Маған ешкім қараған жоқ негізі. Мен өзімнен өзім сөйтіп қорқып, ми мені қорқытып жатыр. Көрдіңіздер ма?